Армысыздар, құрметті телекөрушілер. Эфирде Арқанюс ақпараттар қызметі студияда мен Оразхан Зейнолла. Алда бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қала әкімі Әмірхан Асанов халықаралық әйелдер күні қарсаңында көп балалы аналарды құттықтады. Ол туралы алда баяндаймыз. Қаламызда 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында көп балалы аналарға құрмет көрсетілді. Қала әкімі Әмірхан Асанов алтын алқа иелерінің үйлеріне арнайы барып, оларды мерекемен құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Бұл игі шара аналардың қоғамдағы орны мен еңбегін дәріптеуге бағытталды. Мереке қарсаңында қала әкімі еңбек ардагері алтын алқа иегері Несіп Ғабдуалиеваның шаңырағына барды. Ол Жангелдин ауданына қарасты Жаркөл ауылында дүниеге келген. Ұзақ жылдар бойы сауда саласында еңбек етіп, ел игілігі үшін аянбай қызмет атқарған. Еңбек жолында жинаған тәжірибесі мен адал еңбегі арқылы әріптестері мен ауыл тұрғындарының құрметіне бөленген. Несіп Ғабдуалиева жолдасы Бөлтірік Дүйсенбайұлымен бірге 9 бала тәрбиелеп өсірген. 3 ұл 6 қызын тәрбиелеп, оларды өмір жолына бағыттап, әрқайсысының өз орнын табуға үлкен үлес қосты. Бүгінде балалары өз алдына шаңырақ көтеріп, ел қатарлы еңбек етіп жүр. Қазіргі уақытта ардақты ана 27 немере мен 7 шөберенің сүйікті әжесі атанып, үлкен әулеттің берекесін келтіріп отыр. Ел ішінде сый құрметке ие болған қария ананың өмір жолы кейінгі ұрпаққа үлгі. Қала әкімі ананы мерекемен құттықтап, аналардың қоғамдағы рөлі ерекше екенін атап өтті. Сонымен қатар оған сый сипат көрсетіп, жылы лебізін білдірді. Өз кезегінде Несіп апа көрсетілген құрметке ризашылығын айтып, ақ батасын берді. Сондай-ақ қала басшысы алтын алқа иегері Фариза Ажмағамбетованы да мерекемен құттықтады. Фариза Ажмағамбетова Амангелді ауданында дүниеге келген. Ол 2 ұл, 5 қыз тәрбиелеп отырған көп балалы ана. Қазіргі уақытта 5 баласы мектепте білім алса, 2 баласы балабақшаға барады. Өкінішке қарай 3 жыл бұрын балалардың әкесі дүниеден озған. Соған қарамастан Фариза Ажмағамбетова балаларына бар мейірімін төгіп, оларды тәрбиелеп өсіріп келеді. Бүгінде ол пошта саласында еңбек етіп, отбасын қамтамасыз етіп отыр. Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау мен жанашыр жандардың көмегі де оның өміріне үлкен демеу болып отыр. Қала әкімі аналарды мерекемен құттықтап, олардың қоғамдағы орны ерекше екенін атап өтті. Ал аналар өздеріне көрсетілген құрметке алғыс білдіріп, елге амандық, жұртқа тыныштық тіледі. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқанюс ақпараттар қызметі. Қаламызда халықаралық әйелдер күніне орай дәстүр бойынша қыздар арасында волейболдан жарыс өтті. Ол туралы алда айтып береміз. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында Арқалық қаласында қыздар мен әйелдер командалары арасында волейболдан қала чемпионаты ұйымдастырылды. Дәстүрлі түрде өткізілетін бұл спорттық шара биыл да жоғары деңгейде өтіп, көрермендерге тартысты әрі қызықты ойын сыйлады. Жарысқа барлығы 10 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Чемпионатқа Арқалық қаласының түрлі мекемелері мен ауылдық елді мекендерден құралған командалар қатысты. Атап айтқанда, Абырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті, Арқалық қаласының құрама командасы, Нәзипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі, Арқалық медициналық колледжі, қосымша білім беру орталығының командасы, сондай-ақ Родина, Ашутасты, Фурманов, Аңғар ауылдарының арулары және нөмірі 4-ші жалпы білім беретін мектептің командасы өз бақтарын сынады. Жарыстың ашылу салтанатында Арқалық қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Айтжан Маликов сөз сөйлеп, қатысушыларды мерекемен құттықтады. Ол өз сөзінде спорттың адам өміріндегі маңызына тоқталып, қатысушы аруларға сәттілік тілеп, әділ әрі тартысты ойын өрнегін көрсетуге шақырды.
Сонымен қатар шара барысында спорт ардагерлері де сөз алып, мұндай жарыстардың маңызы зор екенін атап өтті. Олар жастарды спортпен шұғылдануға шақырып, ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Жиында Жігер стадионының директоры Рүстем Шалабаев та қатысушыларға ақжарма тілегін айтып, командаларға жеңіс пен сәттілік тіледі. Сәлеметсіздер, құрметті спортшылар, құрметті қарындастарымыз, ағайларымыз. Сіздерді біріншіден келіп жатқан әлемде жер ойнаған кездегі мерекенің бірінші басты келетін наурыздың алдында тұрған 38-ші халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүрекпен құттықтаймыз. Әр отбасыларда, қайткенде ана деген, әйел адам деген өтінішінің осы бір. Ер адам деген істен аспаса, әйелден шығын болмады. Сол үйдің үйткісі болады. Сол үшін осы болашақ біздің қыздарымыз, қарындастарымыз, сіздер біздің ұрпағымыз өмірдің біздің болашағымызда сіздерге зор денсаулық тілейміз, ауырмаңыздар, өздеріңіз білесіздер. Ұлы соғыс кезінде біздің екі апайымыз Сәбитжанның батыр болған Мәншүк апамыз бен Әлия апамыз. Солар сияқты қазақтың батыр қыздарының әрқашанда отбасыларыңыз, апа-мамаларыңыз аман болсын. Осы жерде тұрған апайларыңызға әрқашанда денсаулық тілейміз. Анасы бар адам ешқашан ақтаймайды. Апайлар, сіздер жүрсеңіздер, мынау жарыстарыңызға Алла тағала сіздерге күш қуат беріп жеңіске жеткізер мәселе ол. Бір-бірімізді жеңген емес, бір-біріміздің күштілігімізді қайсыбасына күшті соны қошемет. Жарыс барысында командалар алаңда жоғары деңгейдегі ойын өрнегін көрсетті. Әр кездесуде ойыншылар шеберліктерін паш етіп, допты дәл қабылдау, шапшаң пас беру, қуатты шабуыл жасау сынды әдіс-тәсілдерді шебер қолданды. Әсіресе кейбір ойындар өте тартысты өтіп, жеңімпаз соңғы ұпайларда ғана анықталған сәттер болды. Командалар бір-біріне лайықты қарсылық танытып, алаңдағы әр ұпай үшін аянбай күресті. Кейбір командалар шабуылға көбірек мән берсе, енді біреулері қорғанысты мықтап ұстап, қарсыластың соққыларын дәл қайтарып отырды. Әсіресе ауылдық командалардың ойындары көрермендердің қызығушылығын арттырды. Оларда қалалық командалармен тең дәрежеде ойнап, өздерінің дайындықтарының жоғары екенін көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университетінің командасы жеңіп алды. Екінші орында Арқалық қаласының құрама командасы иеленсе, үшінші орын Нәзипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің командасына бұйырды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы кубоктармен, медальдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Тартысты өткен чемпионат қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, спорттың бірлік пен достықты нығайтатын ерекше күш екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқа-Ньюс ақпараттар қызметі. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Алда ауа райы болжамымен таныс болыңыздар.